Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін осындай дәмді әрі тез желінетін салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Радуга салаты деп аталады. Тез турап, дастарханға қойғанға жеңіл. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сыр, колбаса, қияр, помидор және қолдан жасалған фри. Немесе бұны пай деп те айтып жатады. Магазинде дайын сатып алсаңыздар да болады. Егер де болмаса, осындай үйдегі бар үлкен картошкамызды үкіштен өткізіп алатын боламыз. Үкіштен өткізіп болғаннан кейін таза ыдысқа салып, үстіне суық су құйып, жақсылап жуамыз. Картошкамыздың крахмалы кетуі керек. Осындай қағаз сүлгілерді қойып, үстіне картошкамызды судан алып сорғытамыз. Суы ағып кетуі керек. Піскен картошка фриімізді сүзіп алу үшін ыдысымызды дайындап аламыз. Және де қатты қызып тұрған майға ең бірінші 2 шөйін салып көреміз. Майымыздың қызығанын көргеннен кейін үстіне қалған картошкамызды салып, өте көп салмаңыздар, вилкамен араластырамыз. Арасы жабысып қалмауы керек. 2-3 минутта осындай аздап қызара бастаған байқайсыздар. Жақсылап қызарғаннан кейін осылай сүзіп алып, майдан таза ыдысымызға саламыз. Міне біздің бір ғана картошкадан 3-4 жерге салатын картошка фриіміз дайын болды. Енді келесі асылған жұмыртқамыздың сарысын пайдаланбаймыз, тек ағын ғана алатын боламыз. Сол ағын ұзыншақ қылып, жіңішке қылып турайтын боламыз. Дәл осы рецептімен жасаған кезде 2 жерден салатын салат дайын болады. Жұмыртқаны алып 2 тарелкаға салып орналастырамыз. Келесі колбасамызды да дәл солай соломка қылып турап шығамыз. Барлығы жіңішке болғаны жақсы. Жұмыртқаның жанына колбасаны салып қойып қоямыз. Енді келесі біз қиярды турайтын боламыз. 2 жақ шетін алып тастап, ұзыншақ қылып турап шығыңыздар. Қиярды турап болды, оны колбасаның жанына қоямыз. Келесі дайын болған фриімізді қиярдың жанына қоямыз. Сырды да жіңішкелеп турап алып, ұзыншақ қылып, дәл алдыңғы заттар сияқты турап шығамыз. Сырды жұмыртқаның жанына қойдым, біздің салатымыздың өңі ашылу үшін. Келесі біз қызанақты тураймыз. Қызанақтың қатты жерін алып тастап, және де ортасындағы сулы бөлігінде кесек алып тастаймыз. Сол кезде қызанақтың суы салатқа шығып кетпейтін болады. Қызанақты да дәл солай ұзыншақ қылып тураймыз. Фридің жанына осы қызанақты қойып шықтық. Енді біз бұл салатты әрлеуге кірісеміз. Ол үшін майонезді осындай целлофанға салып, ұшын тесіп, осындай узор салып аламыз. Өз қалаларыңызға сай түрлі узор салсаңыздар да болады. Немесе бірден ортасына қасықпен майонезді салып, бірден дастарханға ұсынсаңыздар болады.
Мінекей достар, 10 минутта осындай дәмді салат дайындап шықтық. Сіздермен болған Альмира. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілерді жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.